Как ощутить славу родителя? Это внушает такое чувство гордости за него. Но, зная ту жизнь, благодаря которой он пришел к славе, удивляешься вот тому, как он смог через все это пройти, и вот ему теперь исполняется 100 лет, а его слава теперь разрастается. Почему? Потому что те трагические годы, они у нас, они в нашей семье. А для окружающих он великий композитор, академик, и только мы можем, близкие, знать не по книгам, а потому как мы с ним вместе прожили эту тяжелейшую жизнь, мы знаем, чего стоила вот эта его великая слава. Өзімнің ең жақсы көретін, Құдайды бүй айтуға болмайды, ең жақсы көретін кумир деп орысша айтатын Құрманғазы. Мынау классикалық зерттеулер дейтін серияны шығарады академия. Сол папама кітап. Осы кітаптан бірінші доктор болды, бірінші профессор, академик болды. Осы кітаптан халық жау деген атақ алды. Бірақта ондай бір сүмірейіп не жүрген жоқпыз. Өзімізше керемет болып. Мысалы, папам Москваға апарды бізді. Кіші қыздар Москвада ешқашанда болған жоқ, барсын. Мектепте оқып жатырмыз. Мен, мысалы, папамның жазда ондай пальто киетін, жеңіл пальто. Папамның пальтосымен, папамның аяқ киімімен, ол маған үлкен болса да сонымен жүрдім. Анау үлкен апам мамамның пальтосын киіп, сөйтіп Москва, Ленинградқа сонда түрмен бардық. Өйткені әкемнің үйреткен мәселе онда емес, киімде емес, не емес. Барып, соларда керемет музей, нелерді көріп, театрға күнді барып жүрдік. Өйткені әкем халық артисі болды ғой. Разве плохо? На улице тогда всякий народ идет. Пока до школы дойдешь, мальчики хотят что-то а у меня братья. Ко мне вообще не прикасается никто, издалека смотрят. Это же очень здорово. Кісілер келіп кешке отырады да сөйлеседі, біз өзімше жүгіреміз, волейбол, футбол дейтін бәрі қазір секция дейді ғой. Өзімізге секция болдық, солай ойнадық, жақсы болды. Болат Ахметович дейтін ағам, ол Москвада оқығанда маған жазда әкелетін аяқ киім, бір туфелька әдемі, көйлек и бір сумочка әкелетін. Сонда онысыз келуге тіпті Құдайдан қорқатындай болды. Бір рет ақшасы болмай, өзі грузовой самолетпен келді, бірақ та маған өзінің сыйлықтарын алып келді. Мен кішкентай болсам да, ол уже үлкен жігіт қыздармен жүргенде маған фотографиясын көрсетеді. Әдемі ме, әдемі емес пе деп сұрап. Жаңа жыл болады, неше түрлі отырыс болады, сонда не істейді деді үйде. Ол кезде бәрі музыкант бізде, анандай жай отырыс емес, әрқайсысы өлең айтатын. Болат Ахметович бәрі Абайдың арияларын бәрін айтатын. Қайыр Ахметович тенор дейтін дауыспен айтатын. Ғайза Ахметін ойнайды, отырады. Екінші апам ойнайды пианинді керектерін. Келіндер де, жеңгелерім де жақсы болды. Жеңгелерім де өлеңдерді айтып. Музыканы мен де оқыдым. Мен бәрі сұрайды, неге сен химик болдың деп. Музыканы оқыдық, мектепке бардым. Бірақ та 51 жылы мен ол кезде 10 жасым толғанда бізде онша жақсы оқиға болған жоқ, жаман оқиға болды. Сондықтан бізді музыкальный деген мектептен шығарып жіберді. Екі ағам химик болғасын, мен қайда кетем? Мен химияға барайын, бірақ та девчачий химия деп биохимияға бар, биологиямен қосылған. Сосын Москваға барам деп МГУ-ға 5-ші класста салынған сол Беколон ғимарат МГУ. Соған ғана барам деп. Мамам қатты ренжіді. Сен кенжесің, сен қасымда отыратын бала едің, неге сен де кетіп бара жатырсың деп. Сосын мен оған айттым, сен мені ең көп жақсы көрем, кенже дейсің де, а менің жолымды кесесің. Олардың бәрі Москваға оқып келіп, керемет болады, мен осында сенің қасыңда жүріп жүрем ба, деп кеттім.
Москваға бардым, ол оңай болған жоқ оқиға. Өзім Москваға барып, сол жерден емтихан тапсырдым. Ол кезде 5 емтихан болатын. Жазба, тіл, математика, химия, физика. Сонда химияны тапсырғанда бір еркек, бір келіншек, орыстар емтихан алғанда таңғалған. Ой, сіз неге сонда жақсы химияны оқыдыңыз, қайдан оқыдыңыз, қай мектеп, қай қала деп мәз болдым. Мен де мәз болдым. И сол біліммен өзім барып Москвада өзім түстім. Ол оңай болған жоқ. Оқу деген өте қиын болды. Оқыдық, бітірдік, Құдайға шүкір. Осы сол қанша жыл, 50 жылдан асып кетті бітіргеніме. Жаман болған жоқпын, әр жерде де жұмысты жақсы істедім. Мен бітірген кафедра өсімдіктердің физиологиясы мен биохимия деген болатын. Сол Казгуда лаборант болып істедім, сол мамандықпен. Кейіннен ісік институт, онкология, радиология дейтін институтқа бардым. Онда аурулармен жұмыс істедім. Ол бір сол заманда сол институт жаңадан жұмысын бастады. Біз көп жастар болдық сол институтта. Біздің арманымыз осы ісік аурудың қайдан шығатынын, қалай емдейтінін, соны зерттейміз, соны табамыз деп жүрген жастармыз. Мен де солармен қосылып жүрдім. Маған қиын болды. Өйткені мен өсімдіктермен істедім. А енді адамға көштім. Адам, әйел аурулардың 700-ін сол қарап, қандарын қараймын. Сосын операция болса, ісіктердің қараймын, химиялық құрамын. Одан оларды емдейді. Емдегенде химиотерапия дейтін бар, лучевая терапия дейтін бар. Соның басында, ортасында, аяғында қалай болады деп зерттеген. Сол өте жақсы нәтижелерді алғасын барып Москвада онкологический центр дейтін ашылды. Ол кезде бүкіл Совет одағын сол жерде қорғадым диссертациямды. Өте жақсы болды. Кейіннен тағы да сол институтта істей бердім, бірақ та уже 2 бала болды. Балаларға зияным келмесін, сондай институтта жүрмін деп басқа жұмысқа кірдім. Басқа жұмыс болғанда маған институтқа барамын ба, сабақ беремін ба дегенде бір арманым болады. Биохимиядан сабақ берейді. Ол Казгума, ол мединститут па, басқа институт па, бәрібір. Маған керегі сол биохимия болады. Қарсымда Алматылық Завет институт дейтін болатын. Сол жерге кафедра биохимияға кірдім. Ол жерде мен оқығаным органикалық, биохимиялық, коллоидтік, физикалық химияны оқыдым сабақ 11 жыл. Сонда енді 150 баладай бір потокта отырады. Бәрі жас. Мен тек Москвада оқыдым, орыс мектебін бітірдім, қазақша онша білмедім. Өттек-сөтек деген сөздер маған жаңа сөздер сияқты болды. Бірақ та сабақтар орысша, но балалармен сөйлескенде ұят қой, білмеген тіл. Сол жерден әбден жақсы химияны қазақша балалардан үйрендім. Это не такие студенты, которые 1, 2, 3 курс. Это уже 4-й, там, тогда 5-й был курс магистратуры, которые взрослые, уже работающие. А то бывает, что профессора своих этих студентов присылают убираться там. Нет, это когда мы заселялись сюда, всем было интересно. Огромные квартиры, тогда таких не было, да? И сейчас они вообще как дети. 20 кандидатов, 5 докторов и 3 как этот доктор философии, как Нурон. Казгуға келгеніме биыл уже 30 жылдан асып кетті. 30 жылдан асып кетті, келіп осы микробиология кафедрасына келдім. Микробиология бөлек болған жоқ, өйткені біз МГУ-да не болатын, әскери дайындық. Әскери дайындықтан біз анау 4 жыл оқыдық, сонда бактериолог болып шықтық. Неше түрлі бак қару дейтінді болады. Сондайды дайындауға, сондайға үйрендік. Сондықтан маған осы микробтар белгісіз болмады. Мен білемін, оны мен оқыдым. Кенже болған кішкентай кезінде жақсы. Бәрі осы келіп, еркелетеді. Ал енді видиш, қазір бәрі кетіп жатыр осы жерден. Халыққа жеткізу осындай адамдар болды. Айтайын дегенім, мынау өзіміздің жан ұямыз үлкен болып, бала-шаға әртүрлі болса да,
арамызда ешқашанда жаман ұрысатын, төбелесетін ештеме болған. Төбелескенде мынау Болат Ахметович пен Қайыр Ахметович ағаларым өздерінше тренировка жасап, давай шығайық, төбелесейік деп шығады, кішкене физкультура оларға төбелесу. Бәріміздің арамызда махаббат, сыйласу, ешкім жаман болған жоқ, Құдайға шүкір, бәрі адам болып шықты.